Қарағандылық сайыпқырандарымыз шайбалы хоккейден өтіп жатқан ел чемпионатында сенімді ойын өрнегін көрсетуде. Тұрақты чемпионат көшбасшыларының қоржынында кезекті жеңіс. Снежные барсы Сарыарқа қос команда арасындағы алғашқы кездесу турасында тілші тарқатсын. Елордамыздағы алғашқы ойын көпшілік хоккей жанкүйерлері болжамдағандай толықтай қарағандылық Сарыарқаның басымдылығымен өтті. Кездесудің небәрі 3-ші минутында Никита Клещенконың нәтижелі пасынан кейін Герман Шапиров сайыпқырандарымызды есепте алға шығарды. Жалпы бірінші кезеңнің басым бөлігін шабуылда өткізген командамыз көп ұзамай есепті еселей білді. Шайба авторы Игнат Холкин. Сарыарқа командасының шабуылшылары бар мүмкіндіктерді қарастырды. Және ойынның 8-ші минутында Игнат Холкин керемет соққы бағыттап көзге түсті. Плей-офф кезеңіне дейін аз қалды. Ол дегеніміз кубок үшін таласты жалғастыратын командалар трансфер нарығындағы белсенділіктерін арттыруда. Қарағандылық сайыпқырандарымыз бұл орайда шетте қалмай команданы алматылық қос жаңа ойыншымен толықтырды. Қорғаушы Макар Ваулин мен шабуылшы Игорь Анисимов маусымның қалған бөлігін Сарыарқа жейдесінде жалғастырады. Ойынға қайта оралайық. Екінші кезеңде қарағандылық команда қарсылас қақпасына тағы 2 шайба тоғытып есепті ұлғайтты. Нәтижелі қимылдармен көзге түскен хоккейшілер Антон Злобин мен Дмитрий Исмагилов. Петерис Кудра шәкірттері кезекті шайбаны ойынның 39-ші минутында соқты. Гол соққан Дмитрий Исмагилов. Сарыарқа қақпа маңында қауіпті сәттер көп болды деуге келмейді. Алайда қақпашымыз Жакен Ибрагимовтың ойынын айта кеткеніміз жөн болар. Себебі дәл осындай кездесулерде өзіңді бабында ұстап, қақпанды құрғақ сақтап қалу қиынға соғады. Десе де Жакен жарады. Ал ойын нүктесін Арсений Борисов қойды. 5-0 сенімді жеңіс Сарыарқа еншісінде. Ақсәуле Еділқызы, Бекежан Ардағұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.